Қайырлы күн достар, сіздер мен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үйде бар заттармен өте оңай жасалынатын пирожкидің рецептін ұсынамын. Арасы толықтай пісіп шығады. Жасай алмай жүрген жандар болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз ыдысқа жылы су, жылы сүт және тұз, шекер, жұмыртқа, сұйық май, ашытқыны салып, жақсылап тұз, шекер ерігенше араластырамыз. Достар, керек заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөлімі болады, сол жерге жазып кетемін. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымыздың барлығын салып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз бізде қолға жабысқыш болып шығады. Ештеңе етпейді. Міне достар, ұн қосудың қажеті жоқ. Осылай қолымызға жабысып шығады. Ашытып болғаннан кейін кішкене сұйық май құйып, осылай қолымызбен біріктіріп, бетін жауып, 40 минутқа жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз осылай көтеріліп ашып шықты. Ашыған қамырымызды осылай қолымызбен бөліктер бөліп аламыз. Мен көз мөлшерімен бөліп шықтым. Осы ашытқан қамырымызбен 18 немесе 20 штук пирожки шығады бізде. Барлығын бөліп алғаннан кейін, міне осындай сұйық майға кішкене қолымызды батырып, бір-біріне біріктіріп, дөңгелетіп, ыдысқа салып қоямыз. Міне видеоға мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осылай барлығын қойып алғаннан кейін, бетін жауып, бір шетке қоямыз. Пісіріп алған картоптарымызды алып, дәміне қарай бұрыш, тұз салып, жақсылап езіп аламыз. Осы жерде картопқа пиязды майдалап турап, қуырып қоссаңыздар болады. Міне қамыр жаятын жерімізге кішкене тағы да сұйық май жағып жеріп, қамырларымызды біртіндеп алып, осылай қолымызбен жан жақтарын басамыз. Бұл жерде қамырды ешқандай да оқтаумен жаюдың қажеті жоқ, қолымызбен жайсаңыздар жеткілікті. Міне жайып алғаннан кейін осылай салмасын салып, бір-біріне біріктіріп, қамырды пирожкидің формасына келтіреміз. Міне достар, осылай болып шықты пирожкидің формасы. Майлыққа қойып қойсаңыздар болады. Міне мен сияқты. Міне сіздерге екінші көрсетейін. Осылай қамырымызды жайып алғаннан кейін шет-шетін бір-біріне біріктіреміз. Біріктірген кезде мұқият болыңыздар, ашылып кетпесін. Ашылып кеткен болса, майға біздің салмамыз түсіп, майымыз қарайып кетеді. Достар, майымызды отқа қойғаннан кейін қыздырамыз. Майды қыздырған кезде өте мұқият болу қажет. Қатты қызып кетсе, пирожкиіміздің сырты ғана пісіп, іші піспей қалады. Сондықтан біз майымызды қыздырған кезде орта оттан сәл ғана төмен қойып қыздырамыз. Қатты немесе жай қойып қоймаңыздар оттың астын. Орта оттан сәл ғана төмен етіп қойып, осылай қызарғанша пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Достар, майға өте мұқият болыңыздар, қатты қызып кетпеуі қажет. Достар, егер осы жерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, лайк басып, подписаться батырмасын басып, тіркеле қойыңыздар. Қазақша контенттің, яғни менің YouTube каналымның дамуына аз ғана болса да үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, алда түрлі рецепттермен бөлісемін. Міне достар, біздің пирожкилеріміз пісіп шықты, арасы толықтай пісті. Сіздерге осы жерде айта кететінім тағы да, мен салмасын бір ас қасық қостым, одан артық қоссаңыздар көп болып кетеді. Сіздерге ұнады деген ойдамын, жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.